Орташа алғанда, әр адам күніне шамамен телефонына 4 сағат жұмсайды екен. 4 сағат дегеніміз бір жылда 1460 сағат. Егер сіз телефоныңызды 15 жастан баса пайдаланған болсаңыз, 80 жасқа келген кезде, егер есептейтін болсақ, сіз 11 жылыңызды телефоныңызға жұмсаған болып шығасыз. 11 жыл, ойлап қараңызшы. Хей, сәлем, менің есімім Маяжан, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мұнда өз-өзіңді дамыту, өз-өзіңді өсіру жайлы әртүрлі қызықты, пайдалы контентті таба аласыз. Жазылып қойыңыздар, бірге дос болайық. Қазір 21 ғасыр, телефонның, гаджеттердің заманы. Телефонды қолданған біздің өмірімізді соншалықты жеңілдетеді. Бірақ егер біз телефонда өте көп уақыт өткізетін болсақ, онда біздің өсуімізге, мақсаттарымызға жетуімізге бізде энергия қалмайды және уақыт та қалмайды ғой. Сондықтан біз телефонда отыру уақытымызды азайтуға барлық нәрсені жасауымыз керек. Қазіргі заманда адамдар өздерінің телефондарына қатты байлаулы, яғни addicted дейді ғой. Ол телефон сіздің белгілі бір мүшеңіз сияқты болып кеткен. Телефонды тастап кетсеңіз, телефоныңыз болмаса, бір қолыңыз жоқ сияқты, аяғыңыз жоқ сияқты сезімде боласыз. Бұл біздің телефонға қатты байланып кеткенімізден. Осы телефонға байлануымыздан арылу үшін, телефоннан кішкене detachment жасау үшін біз оған не істей аламыз? Телефондағы отыру уақытын азайту үшін сіз не істей аласыз? Бірінші, мен техникалық кеңестермен бөлісетін боламын. Сіз телефоныңыздағы белгілі бір опасный, көп уақыт жұмсайтын социальный медиа қосымшаларына лимит қоя аласыз. Мысалы, мен өз басым Instagram, TikTok деген қосымшаларға күніне жарты сағат лимит қойып қоямын. Ол 30 минутқа мен жеткеннен кейін, ол маған уведомление шығады, сіздің уақытыңыз бітті деп, және сол қосымшаларды жауып тастайды. Мен оларға кіру үшін тағы да бір көп кнопкаларды басуым керек болады. Бұл да сізге кішкене есіңізге салады, яғни напоминание ретінде, сіз лимитқа жеттіңіз, көп уақыт жұмсап қойдыңыз дегендей. Соны көргеннен кейін сіз есіңізді жиып алуға тырысатын боласыз. Жақсы, мен уже бүгінгі уақытымды жұмсап болыппын, осы социальный медиаға жетеді дегендей басқа істеріңізбен айналысып бастайсыз. Келесі бір кеңесім, айфондарда мынадай бір функция бар, widget деген, яғни home screen, главная страницаға сіз widget қоя аласыз. Screen time деген, яғни сіз телефоныңызда қанша уақыт жұмсадыңыз, соның графигін шығарып тұрады. Яғни сіз әрдайым телефоныңызды ашқан кезде қосымшалардың жанында ол үлкен болып сізге көрініп тұрады, яғни 1 сағат 50 минут жұмсадым дегендей. Сіз әрдайым телефоныңызды ашқан кезде уақытын жоғарылап жатқанын көргеннен кейін сіз кішкене тағы да есіңізге салатын болады. Ой, мен телефонда көп уақыт жұмсап қойыппын бүгін дегендей, басқа нәрселерді істейін дегенде сізге есіңізге салатын болады. Келесі бір кеңесім, сіз настройкаға кіріп, уведомленияларды өшіріп тастай аласыз. Яғни әр қосымшадан, кейбір қосымшалар жарнама ретінде уведомление жібереді. Әр қосымшадан секунд сайын уведомление келе беретін болса, сіз телефоныңызға қарай бересіз, ол сізді мазалайтын болады. Сондықтан сіз өзіңізге ең маңызды WhatsApp, звондау, messages деген сообщенияларға уведомленияны қалдырып, қалған өмірге қатты маңызды емес қосымшаларға уведомленияларды өшіріп тастасаңыз болады. Бұл дегеніміз сіз жасап жатқан тапсырмаңызға, болып жатқан адамдармен бірге отырған уақытыңызға фокусыңызды көбірек жіберуге көмектесетін болады, және сізді постоянно тұрақты түрде мазаламайтын болады. Және келесі бір кеңесім, сіз телефоныңызда әртүрлі режимдарды қоя аласыз. Мысалы, iPhone-да focus mode деген бар, silent mode, do not disturb, sleep mode деген бар. Мысалы, менде кешкі уақытта do not disturb деген режимді қосып қоямын, яғни не беспокоить, маған ешқандай сообщениялар, ешқандай уведомление келмейді, және sleep деген сағат 9-да менде автоматически қосылады, маған ешқандай уведомление келмейді дегендей, еш нәрсе мені мазаламайды. iPhone телефонында настройкаларда сіз сол режимдарды өзіңізге индивидуалды құрастыра аласыз. Мысалы, үйге келген кезде ол автоматически үй деген режимді қосылады, яғни сіз өзіңіз таңдай аласыз, қандай қосымшалардан уведомление келгенін қалаймын деген сияқты солай болады. Және жұмыста жүргенде жұмыс деген өзіңіздің локацияңызға байланысты ол автоматически режимдар қосылатын болады, сізге қосып жүріп керек емес болады. Яғни осындай әдемі күшті функцияларды қолданып бастасаңыз болады, сізді мазаламас үшін, және өзіңіз уақытыңыз болған кезде, сондай социальный медиаға уақыт жұмсағыңыз келген кезде өзіңіз ашып қарайсыз дегендей. Оған дейін сізді ешкім мазаламайды.
Тағы бір кеңесім, сіз бір жерге барған кезде, егер сіз телефоныңыз ол жерге керек болмаса, соны білетін болсаңыз, телефоныңызды максимально тастап кетуге тырысыңыз. Яғни өзіңізбен тасып жүрмеуге тырысатын боласыз. Бұл дегеніміз физический detachment дейді ғой, яғни сізде диссоциация болады телефоннан, себебі біздің миымызбен, денемізбен оған қатты үйреніп алғанбыз, біз қолымызбен автоматически телефонымызды іздеп тұрамыз. Бір жерге барсақ та бір минут, бір секунд бір бос уақыт пайда болып қалса, біз сразу телефонымызға жүгіреміз дегендей, бұл бізде сондай әдет болып кеткен. Сондықтан сіз сол әдетті сіз бұза аласыз, және миыңыздағы сол жабысып қалған байлаулы сондай байланысты сіз бұза аласыз. Осылай бір барған жерлеріңізде телефон керек болмайтын болса, үйге тастап кеттіңіз, мысалы магазинге баратын болсаңыз, мысалы досыңызбен сөйлесуге баратын болсаңыз, телефоныңызды тырысып жүріңіз, солай 15 минутқа қалдырып кетуге, одан кейін жарты сағатқа, одан кейін 1-2 сағатқа, одан кейін бірнеше сағатқа дегендей телефоныңызды тастап кетіп жүріңіз, және оған жақындамаңыз дегендей. Себебі телефон бізге ол негізі сөйлесу үшін, байланыс үшін, экстренный нәрсе үшін керек нәрсе, біз оны әрдайым өзімізбен тасып жүру керек емес. Келесі бір күшті бір функция, iPhone телефоннан настройкаға кіріп поискқа жазатын болсаңыз, осындай екі нәрсені өшіріп тастасаңыз болады. Яғни сіз телефоныңызды бүйтіп білесіз ғой, iPhone-ды алып қалған кезде сразу жанады. Ол сізді қызықтырады, андай көтерген кезде, жанған кезде қызықтырады да, сіз даже жоспарламаған болсаңыз да телефоныңызға кіруге сіз көріп қаласыз да, кіріп кетесіз телефонға дегендей. Соны өшіріп тастайсыз, яғни сіз көтерген кезде ол қап-қара болып тұрады. Сіз бүйтіп басқан кезде ол қосылмайды экран. Сіз оны барып жанындағы кнопканы басу керек болады. Ол да тағы бір жұмыс, және сіз ойланасыз уже, не үшін алдым мен телефонды, реально керек па маған телефон деген сияқты уже ойланып қаласыз. Яғни алған бетте ол жанбайды да сразу. Сізге кішкене андай 1-2 секунд уақыт береді ойлануға. Не үшін алдым мен телефонды дегендей, керек па маған қазір шынымен де дегендей уже ойланатын боласыз. Автоматически әрекет жасап кетпейсіз. Келесі күшті бір кеңес, сіз iPhone телефонында көптеген қосымшаларды главная страницадан, яғни home screenнан алып тастай аласыз. Сіз мысалы бір қосымшаны басып тұрсаңыз, қатты сол кезде шығады ғой, редактировать главную страницу деген, edit home screen деген, сонда барасыз да remove from the home screen дейсіз. Яғни главная страницадан алып тастау деген. Кетірмейсіз, удалить етпейсіз, яғни тек главная страницадан алып тастайсыз. Солай тазаласаңыз болады, яғни главная страницаларыңыз андай қосымшаларға толып тұратын болса, андай визуальный шум көп болып тұрса, стимуляция көп болып тұрса, ол да сізге нервіңізге тиеді ғой дегендей. Және сіз ол қосымшаларды көрмеген кезде мүмкін сіз ұмытып кететін шығарсыз ол қосымшалар бар екен дегендей. Сіз ол егер қосымша сізге керек болатын болса, сіз соны ашқаннан кейін телефонды поискқа кіріп, сол қосымшаның атын жазсаңыз болады. Мысалы менде Instagram, TikTok деген қосымшалар менде жасырын тұр. Мен ашқан кезде олар маған шығып тұрмайды, мен оларды іздеп басамын поискқа, сосын барып кіремін дегендей. Яғни бұл да сізге миыңызға, сізге тағы да бір шанс, мүмкіндік береді, шынымен де мен бұл қосымшаны қолдануым керек па дегендей. Себебі біз білесіздер, әдет бойынша телефонды ашқан кезде Instagram бәрі бүйтіп әдемі бүйтіп күшті болып тұрса, ішінде не болып жатыр екен деп автоматически басып кіріп кетеміз. А мұнда сіз уже поискқа жазасыз дегендей, және главная страницаңызда таза, кішкене организованный болып тұрады. Тырысыңыз главная страница екі беттен асырмауға. Менде мысалы тек бір бет қана главная страница, және керек деген қосымшалар ғана тұр, андай күнде қолданатын қосымшалар тұр, ал қалған андай маңызды емес, еріккен кезде қолданатын қосымшалар, олардың барлығы жасырын тұр. Келесі бір кеңесім, менде мұндай проблема жоқ өз басымда, бірақ егер сізде сондай проблема болатын болса, телефоныңызда ойындар болатын болса, сондай бос уақытыңызды өткізетін, сондай негізі керек емес қосымшалар болатын болса, соларды кетіріп бастаңыз. Керек бол сізге. Сіз оны ойнағанша мүмкін басқа нәрсе істей аласыз дегендей, кетіріп бастаңыз, ойындарды кетіріп тастаңыз. Келесі мен сияқты контент жасайтын адамдарға күшті кеңес, және сіздер де қолданып бастасаңыздар болады. Егер компьютеріңіз болатын болса, жаңағыдай социальный медиаларды, Instagram, YouTube, сондағы комментарийлар, директтарды сіз компьютердан кіріп, браузердан кіріп тексеріңіз. Компьютердан кірген кезде сіз андай ол қаттандай қызықты болып тұрмайды, себебі ол социальный медиалар, Instagram, олардың барлығы телефондарға арналып шығарылған интерфейсы, ол компьютерға өте ыңғайсыз, сондай қолдануға қиын болып тұрады. Сіз сол компьютердан шаруаларыңызды бітіре аласыз, директқа жауап беріп дегендей, комментарийларға жауап беріп, және ол андай более жұмыс сияқты уже миыңызға қабылданады. Ойна жұмыс сияқты деп андай прям қызықты entertainment болмайды да сізге, сөйтіп істесеңіз болады.
Және ең соңғы very cool tip дейді ғой, мен жақсы көремін осы нәрсені, осы функцияны. iPhone-да егер настройкаға кіріп, accessibility-ға кіріп, одан кейін display and text bit соған кірсеңіз, осындай цветін ауыстыратын, телефоныңыздың түстерін ауыстыратын мынандай бір функция бар. Осы функцияны қосып қойғаннан кейін, сіз телефоныңыздың жанындағы кнопканы 3 рет тез басатын болсаңыз, ол резко түсін өзгертеді. Яғни түрлі түсті әп-әдемі болып тұрған кезде телефон бізді тартып тұрады ғой, солай вау, кір маған қарашын деген сияқты. Ал сіз солай 3 кнопканы басқан кезде ол ақ пен қара болып кетеді. Тек ақ пен қара түс қана болады. Мен бұндай модты мен қосамын кешке жақын. Уже сағат 6-лардан кейін мен осындай модты қосып қоям. Яғни бұл уже мені қызықтырмайды телефон, ондай прям әдемі, красочный, түрлі түсті болып тұрмайды. Ақ пен қара болып тұрады, андай серьезный, сондай қызықсыз болып тұрады маған. Сондықтан мен телефонны ондай қатты тартылмаймын, және ол менің көзіме де жақсы да. Егер телефонды көп қарайтын болсаңыз, ұйықтардың алдында ол сіздің ұйықтауыңызға, ұйқыңыздың сапасына әсерін тигізетін болады, өте жаман әсерін тигізетін болады. Сондықтан кеңес бойынша телефонды ұйықтар алдында хотя бы 1 сағат бұрын сіз қолданбау керексіз, телефон қарамау керексіз дегендей. Мынау black and white деген модты қосып қойған кезде, ол монохромный сондай режим, ол менің көзімді де ауыртпайды дегендей. И особо телефонға тартылмайсыз, телефонды қарағыңыз келмейді. Техникалық кеңестер осындай. Енді более ментальный кеңестермен бөлісетін боламын. Яғни біз телефонды неге көп қолданамыз? Біз телефонды аламыз, когда нам скучно дегендей. Біздің ішіміз пысып бастаған кезде, андай бір шаруа болмай жатқан кезде, просто отырған кезде бізге бір шаруа бітіру үшін, бірдеңе істеп отыру үшін, өзіміздің көңіл-күйімізді көтеру үшін біз телефонды аламыз, иә? Сондықтан жалғыз entertainmenттің, развлеченияның ресурсы осы телефон болғандықтан біз телефонға жүгіреміз. Сізде телефоннан басқа өзіңіз жақсы көретін, өзіңіздің көңіліңізді көтеретін нәрселер болу керек. Мысалы, сіз бір жерге барғанда, стоматологияға барған кезде кезекте отырсаңыз дегендей, мысалы метромен кетіп бара жатсаңыз дегендей, сізде уақыт бар ғой, бос уақыт. Сол кезде сіз осы нәрсемен айналыссаңыз болады телефонның орнына. Мысалы, мен өз басым қандай нәрселерді істеймін? Мен өз басым кітапты алып жүремін өзіммен, осындай физический кітапты оқып жүремін. Мысалы, мен метрода отырсам дегендей, егер мен білемін, мен бір жерге бара жатырмын, кезекте отырамын дегендей, ұзақ уақыт отырып қалуым мүмкін. Сондай кездерге мен осылай кітабымды тасып жүремін өзіммен бірге. Және де менде физическиймен қоса, менде осындай Kindle деген кітап бар, электронный кітап. Бұның ішінде қаншама кітап бар, және бұл өте кішкентай форматта, сумкама сыйып кетеді. Осыны да өзіммен бірге тасып алып жүремін. Және де сіз тек бір жерге барған кезде ғана қолдансаңыз болмайды. Үйде де жүргенде, сіздің үйде өзіңіздің бір белгілі бір хоббиларыңыз, проекттеріңіз болса, ол да қызық. Яғни сіз телефонға жүгіріп жатсаңыз, сразу когда вам скучно, телефонға жүгіріп жатсаңыз, менде ана бір проект бар ғой, мен істеп жатқан, одан да мен ана нәрсені істейін да деген сондай ой болады да сізде. Яғни сізде сондай өзіңізді релаксация жасайтын, сол нәрсемен айналысқан кезде сіз демалатын, сондай әсер беру керек та сізге. Өзіңіз жақсы көретін сол нәрсені істегіңіз келіп тұратындай. Яғни телефонда, TikTok, Instagram қарағанда біз андай допаминіміз көтеріледі ғой, яғни настроениеміз көтеріледі дегендей. Сондай әсер бере алатын басқа бір айналысатын заттарыңыз болса. Сонымен мен жақын уақытта андай нәрсе сатып алдым. Бұл бізде coloring book, яғни раскраска. Білесіздер ғой, андай антистресс раскраскалар, кішкентай ішінде суреттермен соны бояйсыз дегендей. Міне мен осыны алдым. Мен тек бір бетін ғана боядым, пока что жақында алдым. Үйде жүргенде, мысалы үйде тұрады осы нәрсе, өзім бояп отырамын дегендей. Және де басқа жерге баратын болсам, мысалы досыммен кездесуге баратын болсам, оны мен әлі күтетін болсам, менде бос уақыт болып қалатын болса, мен онда на всякий деп сумкама салып алсам болады. Яғни барған жерімде телефонда отырғаннан гөрі мүмкін мен раскраскамды бояп отырсам болады дегендей. Және де мысалы үйде сізде тағы ойнайтын басқа заттар болса болады. Мен өз басым мысалы пазл құрастырған жақсы көремін, мен жолдасым да пазл құрастырғанды жақсы көреді. Бұл да бір демалудың бір түрі.
сіз өзіңіздің сондай хоббиларыңыз, мысалы тоқып жатқан бірдеңе, носки тоқып жатсаңыз или шарф тоқып жатсаңыз, соны өзіңізбен тасып жүрсеңіз болады. Менің есімде универ бітіргеннен кейін мен Алматыда тұрған кезде бір қыз болатын, американка Грейс деген. Сол қыз өзімен бірге қайда барса да өзінің үлкен ауыр бір тоқып жүретін несі болатын болды, проектісі. Ол тоқып жүреді әрдайым. Не тоқып жатсың десем, байпақ тоқып жатырмын дейді. Не тоқып жатсың десем, свитер тоқып жатырмын дейді. Әрдайым ол бір минутын бостан босқа өткізбейді. Оның телефонда отырған ешқашан көрген емеспін. Сондай тоқитын заттарын өзімен бірге тасып жүрді. Солай сіздің өзіңіздің экстра сондай активитиларыңыз, экстра хоббиларыңыз, экстра жобаларыңыз болса, қызығырақ болады. Тек телефон ғана емес, басқа да бір ресурстарын тауып бастаңыз. Біздің балалық шағымызды елестетіңізші. Біздің бала кезімізде, менің заманымда бізде телефон болған жоқ қой. Сонда бізде өзіміз ішіміз пысатын уақыттар болды. Сол кезде біз қатты ойланатын болдық қой, не істесем екен деп. И жоқ нәрседен онда керемет ойыншықтар да болмайтын еді. Бір ойындар шығарып алып, өзімізге бір шаруа тауып алатын едік қой. Сондай креативностьіміз қосып дегендей. Сол сияқты сіз өзіңіздің бала кезіңіздегі режимді қоссаңыз болады. Келесі жолы, мысалы, ішіңіз пісіп бастап жатса, мысалы, үйде отырсаңыз, ішіңіз пісіп бастап жатып, уже телефонға бүйтіп қолыңыз жүгіріп жатса, бара жатса, тоқтатыңыз өзіңізді. Сосын таймер қосып қойыңыз, хотя бы 10 минутқа. 10 минут отырамын мен, ойланамын дегендей. Сіз ойланып қараңыз, басқа не нәрсемен айналыссам болады, басқа қандай қызық нәрсені ойлап тапсам болады дегендей. Сол кішкентай бала кезіңізге қайтып барыңыз. Сол бала кезіңіздегі креативностіңізді, imagination қиялыңызды қосып, басқа бір ойынды, басқа бір қызық нәрсені ойлап табыңыз. Және сонымен айналыссаңыз болады. Тек телефон ғана емес. Келесі тағы да біз телефонда көп отыратын бір мәселе, ол біз адам болғаннан кейін бізге адамдар керек, бізге общение керек, коммуникация керек дегендей. Егер сіздің өміріңізде шынайы бетпе-бет көретін адамдар, сондай connection болмайтын болса, онда сіз телефонға баратын боласыз. Яғни ол қажеттілігіңізді сол телефондағы соцсет арқылы жабатын боласыз. Сіздің достарыңыздың барлығы онлайн дегендей. Сондықтан сіз көбірек уақыт сонда өткізетін шығарсыз онлайн сөйлесетіндіктен. Жаңа адамдармен танысып бастаңыз дегендей. Сізде в реальной жизни общение көп болса егер, онда сіз социальный сеттегі онлайн общениеға ондай қатты шөлдеп тұрмайтын боласыз, және оған барып тартылып тұрмайтын боласыз. Сізде бәрі жақсы болады осы шынайы өмірде дегендей. Сондықтан в реальной жизни адамдармен араласыңыз, бір кружоктарға, әртүрлі жерлерге барып, араласып, адамдармен сол қажеттілігіңізді жабыңыз. Себебі адамға адам керек. Сонымен бүгінгі видеода сіздермен бөліскен менің кеңестерім сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін, және кейбіреулерін қолданып бастасаңыз болады. Уже бүгін қолданып бастайтын болсаңыз, құттықтаймын сізді. Сізде уже скоро эффективность, продуктивность пайда болып бастайды, себебі сіз өзіңізге маңызды нәрселерге уақыт жұмсап бастайсыз. Білемін, Instagram, TikTok бәрі қызық, басқа адамдардың өмірін қараған қызық, ол да бізге развлечение сияқты. Бірақ сіз өзіңіздің сол бағалы алтын уақытыңызды басқа біреудің өмірін қарауға жұмсап жатырсыз. Ол сізге бір пайда беріп жатыр ма дегендей. Сондықтан сіз фокусты өзіңізге жіберіп бастаңыз, өзіңізге реальный маңызды, өзіңіздің мақсатыңызға апаратын нәрселерге жұмсап бастаңыз, және өзіңіздің миыңызды демалдыратын, релакс беретін нәрсемен айналысып, хоббимен айналыссаңыз болады. Келесі жолы телефонда көп уақыт жұмсап, телефоныңызға тартылып бара жатқан болсаңыз, менің сөзімді есіңізге алыңыз. Күніне 4 сағат жұмсайтын болсаңыз, сіз 80 жасқа келген кезде 11 жылыңызды, өміріңіздің 11 жылын телефонда жұмсадыңыз. 11 жылын сіз басқа бір адамдардың өмірлерін, тойда отырғандарын, сондай жеп жатқан тамақтарын көруге жұмсадыңыз. 11 жылда сіз одан да продуктивтірек бизнесіңізді өсіруге, өзіңізді өсіруге, отбасыңызбен, жақындарыңызбен уақыт өткізуге жұмсаған жақсырақ болар ма еді дегендей. Осындай сөзімді есіңізге алатын болыңыз. Өмір бізге бір-ақ рет беріледі, және бізге осы берілген өмірді, осы берілген сый, уақытты дұрысырақ, пайдалырақ өткізгеніміз дұрыс болады. Бүгінгі видеодағы ақпараттар басқаларға пайдалы болады деп ойласаңыз, бөлісіп қойсаңыз болады. Лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Мүмкін сіздердің бір кеңестеріңіз бар шығар дегендей. Және жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше, бай-бай.